Сәлем достар, бүгін біз дәл осындай өте нәзік болып шығатын француз халқының бөлкелерін дайындайтын боламыз. Ол үшін алдымен каналыма тіркеліп, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге керекті заттар ұн, қант, қопсытқыш, сары май және ыссыз су, салқын сүт, тұз керек болады. Алдымен салқын сүтімізді табамызға құйып, одан соң ыссыз суымызды үстіне құямыз. Сол кезде жылы масса пайда болады. Оның үстіне біз қант, тұзымызды және де дрожжымызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан соң сары майымызды саламыз. Менде қолдың сары майы. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша кез келген сары майды пайдалансаңыздар болады. Және де осылай ситадан өткізіп, ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей бізде осындай қолға жабыспайтын қамыр пайда болады. Біз осыны 1-2 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Бөлме температурасында тұрған сары майымызды алып, осылай пергамент қағазының үстіне бөліп, қалған пергамент қағаздарымен жандарын жабамыз. Одан соң оқтаумен үстіне жайлап басып жүргізіп шығамыз. Сары майымыз біркелкі болғанша осылай үстінен әрбір жерден жайлап басып отырып, содан соң жаймен ысамыз. Мінекей менде осындай болып шықты. Енді бұны біз жарты немесе 1 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Мінекей менің тестам 1 сағат көлемінде холодильникте тұрды. Холодильниктен шыққан кезде кішкене қаттылау болады, оған мән бермеңіздер. Осылай біздер тік 4-бұрыш көлемінде форма жасап, үстінен оқтауымызбен илеп шығамыз. Одан соң осылай бірінің үстіне бірін қойып, тағы да оқтаумен басып шығамыз. Бұл жағдайды 2-3 рет қайталап істейміз. Мінекей менде осындай болып шықты. Енді мен бұны 15-20 минут көлемінде холодильникке салып аламын. Мінекей менде холодильниктен шықты. Енді біз бұны оқтауының көмегімен ысатын боламыз. Жаңағы сары майымыздың ортасынан кесіп, жарты бөлігін осы қамырдың үстіне салатын боламыз.
Осылай салып шыққаннан кейін жарты қамырымызды осылай үстінен жауып, жандарын майымыз шығып кетпейтіндей етіп осылай үстінен басып шығамыз, және де оқтаудың көмегімен тағы да ысатын боламыз. Мінекей осылай етіп ұзынша етіп ысып болғаннан соң екінші майдың бөлігін саламыз. Дәл бірінші істегендей етіп тағы да қайталап шығамыз. Енді осы қамырымызды тік төртбұрыш ретінде оқтаудың көмегімен созып шығамыз. Мінекей менде осындай болып шықты. Біз енді осылай үшбұрыш көлемінде кесіп аламыз. Мінекей біздің кесілген қамырымызды осылай алақанымызбен жаймен басып шығып, және де пышақтың ұшымен қамырымыздың ортасын кесетін боламыз. Менде начинкаға нутелланың шоколадын пайдаландым. Сіздер пайдаланбай қойсаңыздар да болады, немесе неше түрлі өзіңіздің қалауыңыз бойынша жасасаңыз болады. Мінекей менде осындай болып шықты. Круассандарымыздың арасын ашып қоямыз, өйткені піскен кезде жабысып қалуы мүмкін. Енді жұмыртқаның бір сары бөлігін алып, үстіне шамалы сүт құйып, жақсылап араластырып, круассанның бетіне жағып шығамыз. Менде кесті болмағандықтан қолмен жағып шықтым. Біз енді бөлкелерімізді 200 градуста жарты сағаттай пісіріп аламыз. Мінекей менде пісіп шықты. Дәмі өте керемет болып шықты. Шаймен ішкенге өте керемет дүние. Мінекей ортасы осындай болады. Сіздер де бұл рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге видеом ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.